Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер демекші, баланы кішкене күннен еңбекке құштар қылып тәрбиелеп, адал еңбекпен тауып жеген нанның тәтті болатынын орайы келгенде айтып, санасына қойып отыру қажет. Осыған байланысты біз Даниял баламыз екеуміз қолымыз босағанда үй жануарларына қарап, оларға жем шөп салып, осыны әдетке айналдырғанбыз. Қыш өнері көнеден бастау алған кәсіп түрі. Саз өнері баланың қол моторикасын дамытады. Тепе-теңдікті ұстауға үлкен пайдасы бар. Осыған орай Даниял баламды осы өнер түріне үйретуді өзімнің әкелік міндетім деп санаймын. Әке, біз қайда келдік? Балам, мен саған мынау құмыра жасауға ұлттық құндылығымызды көрсету үшін, осы құмыра жасауды сенің бойыңа сіңіру үшін осы жерге алып келдім сені. Даниял балам, қара мына жерде қыштан жасалған құмыралар бар екен. Бұл қыштан жасалған құмыралар біздің Қазақстан жерінде өте көне заманнан дамып келе жатыр. Қазір біз осы жерде сенімен бірге осындай әдемі қыш құмыралар жасайтын боламыз. Даниял, сен не жасап жатырсың? Құмыра! Құмыра жасап жатырмыз, иә?